Қайырлы күн. Бүгін біз мойынға, сондай-ақ осанкаға арналған жаттығулар жасаймыз. Сондай-ақ бұл жаттығу таңертең беттегі ісікті кетіруге көмегін тигізеді. Олай болса бастайық. Мойнымызды оң жаққа бұрып, басымызды иығымызға мейлінше жеткізуге тырысамыз. Сондай-ақ терең тыныс алуды ұмытпаңыздар. Келесі жаттығу дәл солай, тек сол жаққа мойнымызды бұрып ұстап тұрамыз. Сондай-ақ денемізді, бойымызды толықтай босатуға тырысыңыздар. Сондай-ақ терең тыныс алыңыздар. Келесі біздің жаттығуымыз, қолымызды желкемізге қойып, басымызды төмен қарай қолымызбен итеріп ұстап тұрамыз. Бұл біздің омыртқаларымызға өте пайдасы көп. Енді қолымызды кеудемізге қойып, шалқайып, астыңғы иегімізді жоғары көтеруге тырысамыз. Бұл біздің екінші иектің болдырмауына көмегін тигізеді. Енді саусақтарымызды айқастырып, қолымызды мойнымыздың артына қарай жеткіземіз. Сондай-ақ басымызды қозғалтпауға тырысамыз.
Енді кеудемізді төмен қарай жиырып, яғни мойын, иық, кеудені төмен түсіріп, соңынан кеудемізді кеңінен ашамыз. Осылай 2-3 секунд ұстап тұрамыз. Ендігі жаттығу қолымызды жоғары көтеріп, алақанымызды кеңінен ашып, денемізді солға қарай бұрамыз. Дәл солай, сол жаққа қайталаймыз. Осылайша 5-10 секунд екі жаққа кезек-кезек қайталаймыз. Және ең соңғы жаттығу кеудемізді кеңінен ашып, терең тыныс алып, тынысымызды асықпай шығарамыз. Осымен кеудеге арналған жаттығуымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сондай-ақ каналға тіркеліп бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыз.